Тәуелсіздік тірегі сен елімнің. Сабақтың мақсаты тыңдаушыларды Қазақстан Республикасының 30 жылда жеткен жетістіктерімен таныстыру, қазақ халқының ерлігін, даналығын паш ету, оның ізгі қасиеттерін ардақтап өнеге тұту, тыңдаушыларды елжандылыққа, адамгершілікке, тілін, дінін, тарихын құрметтеуге тәрбиелеу. Тәуелсіздік халқымыздың ежелгі арманы, ақ тілегі. Халқымыздың азаттығы үшін болған күрестерінің арқасында тәуелсіздігімізге қол жеткіздік. Ендігі мақсатымыз сол тәуелсіздік туын мықтап ұстау. Тәуелсіздіктен биік, одан асқан мұра жоқ. Қасиетім, қастерлім, өзім барда өзегімде жоқ жермін, кеше сенің келбетіңді арманға, қодауына бұғауландық бас келдім, бабалардың басын тиіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердім, уа еркімді қош келдім, өзегімді өрт көраған қоғамда, өз үйіме өзім өгей болам ба, алшам басып жүр алмаса алталаш, азаттығым қадірімде жоғанда, саған жету қиын болса қаншалық, сақтап қалу қиынырақ оданда, Алла берген азаттықтың нәрсаты, аманат қой, маған саған болғанда. Маңдайдағы бағым бұл, тәуелсіздік сыбағасы халқымның. Тәуелсіздік таймайтұғын тағым бұл, тәуелсіздік бабам берген аманат, тәуелсіздік келешектің кепілі, тәуелсіздік жүрмін сені бағалар, тәуелсіздік өткен күннің өтілі, тәуелсіздік тәуба екен бүгінде, тәуелсіздік тәуба сенің барыңа, тәуелсіздік әр сәбидің үнінде, тәуелсіздік әр қазақ жанында. Тәуелсіз Қазақстан ұлотаным, көк туымды қалайша құлатармын. Тып-тыныш тұрып жатқан жайымыз бар, бәріміз баласындай бір атаның. Елімізде бақ береке ырыс болсын, қызыл тілім қанжардай қылыш болсын. Халқымның ахуалы дұрыс болсын, еліміз әрқашанда тыныш болсын.